Қайырлы күн, құрметті оқырмандар және әлеуметтік желі қолданушылары. Иван Шухов атындағы орталық қалалық кітапхана әдебиеттің қаймақ-айдарын жалғастырады. Бүгін сіздердің назарларыңызға Олжас Сүлейменовтің Азия алаулары кітабын ұсынамыз. Олжас Сүлейменов 1936 жылы 18 мамырда Алматы қаласында дүниеге келген. 1959 жылы Казму-дың геология факультетін бітірген. 1971-81 жылдар аралығында Қазақстан Жазушылар одағының хатшысы, 81-83 жылдар аралығында Қазақ КСР кинематографиясының жөніндегі мемлекеттік комитеттің төрағасы, 83-91 жылдар аралығында Қазақстан Жазушылар одағы басқармасының бірінші хатшысы, Қазақстан Республикасының жоғарғы кеңесінің депутаты, Невада Семей қозғалысының төрағасы. 1995 жылдан бастап Қазақстанның Италиядағы төтенше өкілетті елшісі болды. Бүгінде Қазақстанның ЮНЕСКО-дағы төтенше өкілетті елшісі ретінде тұрақты өкілі. Туындыларының орыс тілінде жазады. Өлеңдері мен поэмаларының алғашқы жинағы Арғымақтар шыққаннан кейінгі жылдардан бері. Адамға табын жеренді өлеңдер бүгінгі. ТМД елдері халықтардың көптеген тілдерінде, шетел тілдерінде аударылып, жеке-жеке кітап болып бірнеше рет басылды. Әдеби зерттеулер саласында да еңбек етіп жүр. Оның жазған сценарийі бойынша Атамекен, Көгілдір маршрут, Қыс қолайсыз маусым, Мұхтар Әуезов туралы сөз, Үндістан сазы, Заштық шарқ заставасы фильмдер түсірілген. Азия язик письма атты тілдегі қатысты зерттеулер жарық көрді. Жалынның шалқуы атты өлеңдер жинағы француз тілінде шықты. Ядролық сынаққа қарсы Семей-Невада қозғалысының халық конгресі партиясының лидері, Қазақ КСР Абай атындағы мемлекеттік сыйлығының, Қазақстан комсомолы сыйлығының, Қазақстанның халық жазушысы, Қазақстан клубының Тарлан сыйлығының лауреаты, Еңбек Қызыл Ту ордені, Октябрь бірінші дәрежелі, Барыс, Отан ордендерімен көптеген медальдармен марапатталған. Әзербайжан Республикасының Шухрат орденімен, Украинаның Ярослав Мудрый, Шешен Республикасының, Франция және Ресейдің Достық ордендерімен марапатталған. Шығармаларына тоқталатын болсақ, Арғымақтар, Адамға табын жеренді, Нұрлы түндер, Қылықты түн, Шапағатты шақ, Мешін жылы, Таңдамалы лирика, Қыш кітап, Ал дария аспаны, Атамекен, Әр күн арайлы таң, Жұмыр жұлдыз, Қалаулы қайырма, Азия, Көңіл көкжиегі, Жалынның шалқуы, Жалын, Әр күн арайлы таң тағы да басқа тілдерде шығарылған болатын. Ал құрметті оқырман, назарларыңызға рахмет, сау саламатта болыңыздар.